Сәлем достар, қызылшаның құпиясы туралы ақпаратпен бөлісемін. Зейін қойып тыңдаңыздар. Біріміздің сүйікті, енді біріміздің жей алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясы неде? Бірге зерттейік. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді. Біздің заманымызға дейін 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, П, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Осындай дәрумендерге бай қызылшаның піскеннен кейінде емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған, гипертониямен және бауыр ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылшаны көп қайнатуды қажет ететін тағам. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған қызылшаны оттан алып, суын төгіп 10 минут үстіне суық су ағызып қою керек. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге өте пайдалы. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, қаназдықты алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, ангина емдеуге болады. Ол үшін 1 стакан қызылша шырынын 1 ас қасық балды қосыңызды, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын дей отырып, сіздермен ақпарат бөліскен Адам Антағам каналы. Сіздерден подписка и лайк, бізден ақпарат.